Ассалаумағалейкум жекпе-жек сүйер қауым, зерін бірге Азамат. Және бүгін біз бокс туралы сөз қозғайтын боламыз. Өткен апта бойы еліміздің астанасында бокстан World Boxing ұйымының әлем кубогы өткен еді. Және сол жерде Қазақстан үздігі атанып, боксшыларымыз 8 алтын медальға қол жеткізді. Оған 4 күміс пен 4 қолғаны қосып, жалпы командалық бірінші орынды алып отыр. Алайда айтып кету керек, Астана қаласындағы әлем кубогына бірнеше мықты елдер келмеді. Бұл Таиланд, Украина және Куба мен Өзбекстан. Дәл осы өзбектер әлем кубогының жалпы есебінде көш бастап отыр. Және осы турнирге келмегеннің өзінде де біздің боксшыларымыз жеңіліп жатты. Бәлкім Өзбекстан қатыспағаны үшін жарыста жеңіп шыққан шығармыз деген сұрақ жеке өзіме тыныштық бермейді. Сол үшін бүгінгі видеомызда әлем кубогын қорытындылап, менің ойымша не дұрыс болмады деген сұраққа жауап беруге тырысамын. Сонымен қатар, шынымен де Өзбекстан келген кезде бұндай жеңістеріміз болмауы мүмкін бе деген тақырыпқа да әңгіме айтатын боламын. Сондықтан көпке созбай бастайық. Кеттік. Айтпақшы, бастамас бұрын бұл видеоның шығуына көмектесіп жатырған Тенниси Қазақстан Instagram парақшасы. Қазақ және әлем спорты жайлы ең қызық әрі көңілді Instagram парақша. Тенниси Қазақстан, көп рахмет. Төмендегі сілтеме арқылы өтіп, Тенниси Қазақстанға тіркеліңіздер. Сонымен, әлем кубогы өз мәресіне жетті. Өз жерімізде өтіп жатырғасын масқара болып ұтылуға болмайды. Сол үшін Қазақстан өзінің ең мықты құрамын шығарды. Алайда, нәтижеге қарасақ, ондай мықты емес секілді. Біраз салмақ бойынша сұрақтар пайда болды. 60, 65 және 70 келідегі боксшыларымызға. Осы салмақтарға келетін болсақ, бірден осы 60 килограммнан бастайық. Серік Теміржанов, жалпы менің жеке өзімнің ең сүйікті боксшыларымның бірі. Өкінішке орай осы әлем кубогында өте нашар өнер көрсетті. Бұған дейінгі жарыстармен салыстырсақ, және де бұған түсінік жоқ. Бәлкім қандай да бір перетренированность болды ма, немесе де үлкен жарыстың алдындағы керек емес турнирдің кесірінен қатты бір қысым болды ма, үйде төбелесіп жатырғасын, осындай қысым болды ма түсініксіз. Неге екені, бірақ ширек финалда жапон боксшысынан жеңіліс тапқан болатын дөрежелердің бөлінген шешіммен, бірақ менің ойымша ол жерде таза жеңілген болатын. Бәлкім бірнеше жетпей тұрған секілді, бәлкім тағы қосымша конкуренция керек па, іште өзара тағы спаррингтер өткізу керек шығар, бәлкім тағы да бірнеше турнирлерге апарған дұрыс шығар деген ой пайда болып отыр. Жалпы менің ойымша осы біздің Ливерпульге баратын құрамамыз біраз рет өзгеруі мүмкін деп біздің Қайрат Сашанов ағайымыз айтып кеткен еді. Сондықтан менің ойымша Серік Теміржанов өкінішке орай бұл құрамға қосылмауы мүмкін. Оның орнына басқа мықты боксшыларымыз көп. Бәлкім екінші немесе де үшінші нөмір болып жүрген адамдар баруы мүмкін шығар. Талғат Сырымбетов баруы мүмкін шығар. Себебі өткен жолғы Қарағанды қаласында өткен Қазақстан чемпионатында жеңіске жеткен болатын. Сондықтан сөзсіз қазіргі сәтте екінші нөмірдегі боксшымыз сол баруы мүмкін. Одан бөлек те басқа мықты боксшыларымыз бар. Жексен дегендей, сондықтан менің ойымша резерв бар. Кімнен айтады ғой, есть из кого выбирать деген орыстың сөздері бар. Сондықтан менің ойымша осы 60 келі салмақта осындай жағдай орын алуы мүмкін. Басқа жағдай 65 келі салмақта. Ертуған Зейнуллинов ұзақ уақыт бойы Олимпиададан кейін нөмір бірінші боксшы болып жүрді. Азия чемпионатына, Азия чемпионаты емес, одан кейінгі болған жарыстардың барлығында жеңіске жетіп, ең бірінші осы 65 келі салмақтағы боксшы ретінде өнер көрсетіп жүрген болатын. Бірақ өкінішке орай менің ойымша Ертуған Зейнуллинов қанша жағынан мықты боксшы болса да, қанша жағынан сапалы, әдемі бокс жасқанның өзінде де нәтиже көрсете алмайды. Сондықтан менің ойымша Ертуған Зейнуллиновтың орнына бәлкім Мұхаммед Сабыр Базарбайұлына мүмкіндік берген дұрыс секілді. Осы Мұхаммед Сабыр Базарбайұлы әлемдік старттарда жақсы өнер көрсетіп жүрді, Олимпиадаға барып жақсы өнер көрсетіп шықты. Сөзсіз Лаша Гуруliмен ширек финалда жолы болмай қалды. Бұл айтқанда төрешілер қастандық жасады, бірақ соның өзінде де өзін керемет көрсетіп, қарсыласының қабағын екі жерден жарып тастаған болатын. Оның алдында Олимпиадаға іріктеуде әдемі өнер көрсетіп шықты. Кубалық, кейін ең қызығы Эрисланди Альварес деген кубалық боксшыдан жеңілген еді. Дәл сол кубалық боксшы кейін Олимпиада чемпионы болды. Бірақ іріктеуде біздің Мұхаммед Сабырдан мал болып таяқ жеді. Сондықтан менің ойымша осы жаздан кейін қыркүйектің басында өтетін Ливерпульдағы әлем чемпионатына дәл осы Мұхаммед Сабыр Базарбайұлына мүмкіндік берген дұрыс сияқты. Себебі үлкен старттарда өзін жақсы көрсетті, жаңа айтқанымда, және де ішкі спаррингтерден жеңіліп қалғанның өзінде де сыртта атып кетуі мүмкін. Сондықтан сөзсіз Мұхаммед Сабыр Базарбайұлына мүмкіндік берген дұрыс. Ең қызық оқиға 70 келі салмақта болып отыр. Себебі бұл жерде Абылайхан
абылайхан жүсіпов қатысқан болатын. Оның алдында, яғни одан кейін тұрған Төрехан Сабырхан бар, Фарух Тоқтасынов бар, тіпті жастарды да көтеріп алуымызға болады. Санжарали Бегалиевті 75 келден 70-ке де түсіріп алуымызға болады. Сондықтан осы жерде былай айтқанда неразбериха болып кетуі мүмкін, бірақ соның өзінде де Қайрат Сажановтың айтуы бойынша әлем чемпионатына, қыркүйектегі Ливерпульдегі әлем чемпионатына Абылайхан Жүсіповтің орнына Төрехан Сабырхан барады. Және де бұл дұрыс шешім. Неге? Себебі менің ойымша осы әлем кубогына да Төрехан Сабырханды жазуымыз керек еді. Бұл туралы мен өткен видеомда айтып кеткен едім, және де осы жерде тағы да қайталауға дайынмын. Себебі Абылайхан Жүсіпов бұның алдында Eindhoven Cup деген турнир өтті. 21 күн бұрын, былай айтқанда 3 апта бұрын, және де сол жерде ауыр жарақат алған болатын. Финалда қабағы жарылып кетті. Соның кесірінен өзіне тез қайта оралмай, мына турнирге шыққасын сол қабағы қайтадан жарылып кеткен болатын. Сөйтіп, өкінішке орай бірінші жекпе-жегінде жеңіліс тауып отыр. Сондықтан сөзсіз оның орнына дайын тұрған, жанып тұрған шоу көрсетем, өзімнің елімде барлығын талқан шығарам деген Төрехан Сабырханды шығарған дұрыс еді. Бірақ соның өзінде де бұл жақсы сабақ болады деген ойдамын. Сондықтан әлем кубогы аяқталды. Енді әлем чемпионатына Ливерпульдегі Қазақстан мықты құраммен баратын шығар деген ойдамын. Ал егер де осы әлем кубогына келетін болсақ, шынымды айтсам, мен бұндай нәтиже күтпедім. Менің ойымша барлық мүмкін болған финалдардың барлығында біз жеңіске жетуіміз керек еді, бірақ көп сәтте біраз былай айтқанда нәрселер, мүмкін кейбір кезде мотивация, мінез, характер, бәлкім техника жетпей жатқан сәттері болды, және де әрқайсысына жеке-жеке тоқталып кетсек. Өзіме ұнамаған және де жеңілісі ауыр тиген финал бұл 80 келі салмақтағы Нұрбек Оралбайдың француз боксшысына қарсы жекпе-жек. Шынымды айтсам, мен ана жерде Нұрбектің жеңіп қалғанын күтпеген болатынмын, себебі оған қарсы 21 жастағы боксшы шықты, қандай да бір тәжірибе, опыт атымен жоқ, Олимпиада ойындарына қатыспаған, екінші немесе де үшінші нөмірлі француз боксшысы болып жүрді да, бастапқы құрам кетіп қалғасын, бұлар резерв болып осы біздің турнирге келді да, Нұрбекті вообще мүмкіндік бермей, близкий дейтінде, бұлай бұрмалап кетті ғой деп айтатындай сәт болмады. Таза чисто ұтылып қалған болатын, және ана жерде менің ойымша Нұрбек былай айтқанда шамалы недооценкамен шыққан сияқты, қарсыласы менсінбей, кім анау, құлатам дегенде оймен шықты да, өкінішке орай жеңіліп қалды. Және де бұған бірінші себеп бар. Ең біріншісі бұл осы турнирде бар болғаны бір ғана жекпе-жек өткізуі, яғни финалға дейін бір ғана жекпе-жек өткізді. Ол өзіне жақсы таныс әзербайжандық Аллахвердиевке қарсы өткізді. Сондықтан менің ойымша, егер де жекпе-жектері көбірек болғанда, өзінің тонусына келіп, өзінің формасын жинап, мына француз боксшысын жеңіп кетуі әбден мүмкін болатын еді. Екіншісі, менің ойымша, қазіргі сәтте Нұрбек Оралбайдың салмағында ешқандай конкуренция жоқ. Оған сапалы келіп қарсылас болатын біздің Қазақстанда өкінішке орай адам жоқ, барлығын қиналмай жеңіп кетіп жатыр. Соның кесірінен менің ойымша Нұрбек Оралбай ары қарай боксшы ретінде, яғни спортшы ретінде өсудің орнына деградацияға кетіп жатырған секілді. Сондықтан бәлкім салмақ ауыстырған дұрыс шығар, мүмкін 85 келіге өзін көрген дұрыс шығар деп ойлаймын. Себебі ар жақта Бекзат Нұрдәулетов бар, екеуінің айқасы менің ойымша керемет болады. Тіпті өздеріңіз білетіндей, бұның алдында Елорда капта мықты жекпе-жектер болған еді. Оның алдында да осы екі боксшы бір-бірімен мықты айқасатын. Сондықтан сөзсіз Нұрбек Оралбайға менің ойымша жаңа мотивация ретінде жаңа қарсыластар келуі керек. Конкуренция составлять ететін жақын болса да, сондықтан құрамаға қолымыздан келгенше 80 келі салмақтағы боксшыларды өсірген дұрыс. Бұдан бөлек Нұрбек Оралбайдың жеңілуіне тағы да бір себеп бұл оның аштық емесі, яғни спортивный злость, спортивный голод дейді ғой, сондайдың мүлде болмауы менің ойымша. Сондықтан қандай да бір эпизодтарда, қандай да бір моменттерде ары қарай өзінің мінезінің, характерінің арқасында алып шығудың орнына бәрібір жай ғана жүре салайын деген сәттер болған секілді. Жалпы бұл менің жеке ойым, және де ары қарай Нұрбек боксшы ретінде дамуы үшін мына қыздар құрамасына қарап келсе болады. Әсіресе Виктория Графея мен Наталья Богданова қарап келсе болады. Осы екі боксшыға қатты айтқанда қатты эмоциямен қараған болатын, және де жеңістеріне өте қатты қуандым. Соңына дейін 3-ші раундтың 20 секунд қалды ма, бітті.
бытырласып қырылып жатыр ана жерде, қолынан келгенше барлығын жасап жеңісті жұлып алып жатыр да. Шамалы қалғанда соңғы секундтарда нокдаунға сүреді, соңғы секундтарда таза попаданиямен алып кетеді, немесе де тактически ойнап кетеді да. Сондай сәттер менің ойымша Нұрбек Оралбайға жетпей тұр. Сондықтан сөзсіз осы әйелдер құрамының адамдармен бәлкім жұмыс істесе де дұрыс болатын сияқты. Бұл жеке менің ойым, бәлкім менің ойым дұрыс болмаса, өздеріңіздің ойларыңызды астыға комментарий ретінде жазып кетсеңіздер болады. Бұдан бөлек осы әйелдер құрамасы демекші, менің ойымша 2 рет подсудка болған секілді. Бұл Алуа Балқыбекованың жекпе-жегі 51 келі салмақта Финляндияның боксшысына қарсы өтті, және сол жерде төрешілердің қойылған есептеріне біраз ойланған болатынмын. Әсіресе кейбір раундтарды алғанның өзінде де 3-2 немесе 4-1 деп беруге болады да, мына жаққа оның орнына керісінше 5-0 қылып лақтырып жіберген сәті болды. Дәл осындай жағдай Елдана Талипованың да, Төлепова қателеспесем, салмағында да болған еді, 80+ килограммда индиялық боксшыға қарсы. Сондықтан сөзсіз осы жерде де қайтадан подсудка болып отыр, және IBA-ден шығып World Boxing'ге кіріп өзіміздің елімізде, өзіміздің үйімізде жарыс өткізсек те, төрешілер сол баяға ауруын жалғастырып жатыр. Егер бұған дейін таза ерлер құрамасын ұрса, қазір енді қыздардың құрамасын ұрып, әйелдер құрамасына қарсы шығып, біраз жеңістерді ұрлап отыр. Бірақ соның өзінде де менің ойымша бұл барлық жеңістердің бүкіл бет жинап отырып қарасақ, менің ойымша егер де Өзбекстан келген кезде біз 8 алтын емес, бәлкім 5 немесе де 4 алып қалуымыз мүмкін еді. Себебі біз барлығымыз білетіндей Өзбекстан қазіргі сәтте бокстан нөмірі 1-ші құрама, және олар кем дегенде 3-4 өзінің алтындарын алып кетеді. Сондықтан сөзсіз Өзбекстан құрамасы мына жарысқа келмегені біз үшін былай айтқанда үлкен сәттілік болып отыр, үлкен удача болып отыр. Ары қарай бізді үлкен әлем чемпионаты күтіп отыр, және сол жерде біз сөзсіз Өзбекстан, Куба, Украина сияқты құрамаларымен 100% кездесетін боламыз. Және ең бастысы осы әлем чемпионатына қолымыздан келгенше жақсы күйде шығуымыз керек. Себебі осы жарыстың арасында, мысалы осы әлем кубогы мен әлем чемпионатының арасында бар болғаны 2 айдай уақыт бар. Сондықтан менің ойымша үлгермей қалып, кейбір боксшыларымыз жарақатпен немесе де өздерінің айтқанда оптимальный формасы дейді ғой, өзінің жақсы күйіне шыға алмай қалуы мүмкін. Сондықтан барлығы біздің бапкерлерге байланысты, және барлығы бас бапкеріміз Қайрат Сәтжанов ағамызға байланысты болып отыр, және қолынан келгенше дұрыс құраманы таңдап, дұрыс шешім қабылдап, ар жақта жақсы өнер көрсететін шығар деген ойдамыз. Себебі Өзбекстан құрамасы өзінің мықты айтқанда страшный состав апарайын деп отыр ана жерде. Егер анау кетіп қалды ғой, мынау кетіп қалды ғой деп айтқанның өзінде де олардың орнын басатын мықты боксшылар бар. Сондықтан сөзсіз бізді әлем чемпионатында керемет жекпе-жектер күтіп отыр. Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Жалпы осы әлем кубогы жайлы не ойлайсыздар? Өзбекстан келмегені бізге керісінше жақсы болды ма, немесе де жаман болды ма? Менің ойымша, былай айтқанда, конкурирующая составляемость дейді ғой, бәсекелестік жетпей қалған секілді мына турнирге. Соның кесірінен бәлкім осындай нәтижеге жетіп отырған секілдіміз. Сіздер бұл жайлы не ойлайсыздар? Міндетті түрде пікірлеріңізді астыға комментарий ретінде жазып кетсеңіздер болады. Бұдан бөлек арнамызға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал сіздермен бірге болған Азамат. Сау саламатта көріскенше, сау болыңыздар.